Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Көлік және жол белгілері бөлімі бойынша әуе көліктері тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Біз бүгін сабақта тыңдалған мәтін негізінде жинақы мәтін жазатын боламыз. Сондай-ақ болжалды сан есімдердің не екенін біліп, оны мәтін ішінде қолдана аламыз. Құрметті оқушылар, қалай ойлайсыздар? Ұшақтар қалай пайда болды? Әуедегі көліктерге не жатады? Естеріңізде болса, біз қиял әлемі бөлімінде ұшқыш кілемдер арқылы ұшақтардың пайда болған, яғни адамның қиялы қазіргі уақытта ұшақтардың әуе көлігіне айналуына сеп болғандығын біз білеміз. Олай болса, біз бүгін сол ұшақтар ең алғаш рет тұрмысымызда қалай пайда болды екен, сол жайлы аз кем мәліметпен танысып көрейік. Балалар, мәтінге мұқият болыңыздар, себебі осы тыңдалым мәтіні бойынша сіздер қазір жұмыс жүргізетін боласыздар. Айшылық алыс жерлерге әп-сәтте алып баратын әуе көліктері ешкімге таң емес. Қазіргі уақытта әлемнің кез келген түпкіріне ұшып бару адам баласы үшін сөз болмай қалды. Ал алғашқы ұшақтың пайда болуы адамзат өміріндегі ең үлкен техникалық жетістік еді. Әрине, өзге құралдар секілді ұшақ та өздігінен оп-оңай пайда бола салған жоқ. Әуеде ұшатын құрылғыны жасау өнертапқыштардан қажырлы еңбекті, табанды ізденісті талап етті. Сондай ұзақ ізденістің, ерен еңбектің нәтижесінде алғашқы ұшақты жасап, ұшырып, тәжірибе жасаған өнертапқыштар американдық ағайынды Уилбур мен Орвилл Райт еді. Ағайынды Райттардың ұшақты ойлап табуына геликоптер деп аталатын ойыншық себепкер болған. 1878 жылдың көктемінде сапардан келе жатқан Милтон Райт балаларына сыйлық алмақшы болып ойыншықтар дүкеніне бас сұғады. Дүкенде оның назары бұрын-соңды өзі де көрмеген ерекше ойыншыққа ауады. Бұрамасын бұраған соң ойыншық ызылдаған дауыс шығарып, тірі жәндік сияқты аспанға ұшады екен. Ұзақ ойлана келе Милтон Райт ойыншықты сатып алуға шешім қабылдайды. Бұл ерекше ойыншықтың бағасы да арзан емес еді. Сол уақытта 50 центке жаңа жейде және сыртқы қапталған дұға кітабын сатып алуға болатын. Күні бойы жаңа ойыншықпен ойнайтын ағайынды балалар ақыры бір күні ойыншықты сындырып тынады. Әкелері болса осындай қымбат ойыншықты күтіп ойнамағандар үшін балаларына ұрсады. Бірақ ойыншық бекерге сынбаған еді. Балалар геликоптердің қалай жасалғанын көру үшін ішін ашады. Осылайша бұл жағдай ағайынды балалардың ұшатын аппарат жасау туралы ойларына түрткі болады. Райттар отбасының өмірінің көп бөлігі Огайо штатындағы Дейтон қаласында өтеді. Мектеп бітірер кезде хоккей ойнап жүрген Уилбурдың аузына таяқтың ұшы қатты тиеді. Бастапқыда соққы жеңіл жарақат көрінгенмен ауру асқынып бала қатты күйзеліске ұшырайды. Осылайша ол 3 жылдай оқудан қол үзіп қалады. Ал бұл уақытта өздігінен 4 жас кіші інісі Орвилл мектепті бітіреді. Бірақ ол да колледжде оқудан бас тартып, өзінің мектептегі жақын досымен бірге хабарландырулар, тапсырыспен сый қағаздар, тіпті бірнеше газетті де басып шығарумен айналысады. Олар өте тату тәтті болатын. Бұл жайында Уилбур өздерінің үнемі бірге ойнағандарын, бірге жұмыс істегендерін, тіпті ойларының да бір жерден шығатынын еске алады. Біз өмірде не жасасақ та ойымызды, идеямызды бірге талқылайтынбыз. Өзара сөйлесіп, әңгімелесіп, ортаға салатынбыз дейді. Көрдіңіздер ме балалар, ағайынды Райттар ең алғаш ұшақты ойлап табуға осындай дүниелер себепкер болған екен. Олай болса, құрметті оқушылар, енді осы тыңдалған мәтін негізінде жинақы мәтін жазыңыздар. Жинақы мәтін, орысша айтқанда конспекті. Оның қандай талаптары болатындығымен таныс болыңыздар. Жинақы мәтін дегеніміз оқырманның түсінуіне ыңғайлы етіп құрылған бастапқы мәтіннің ықшамдалып берілуі. Яғни кейде айтамыз, біз түсінгеніңді айт дейміз, немесе қысқартып негізгі ойды айт дейміз. Демек, біз тыңдаған мәтін ішінен ықшамдап не туралы айтылғандығын
жазуымыз керек екен. Жинақы мәтін негізгі мазмұн сақталған, екіншілік өңделген мәтін. Бастапқы мәтіндегі негізгі идеялар мен ақпараттарды сақтай отырып, мәтін көлемін ықшамдау және өңдеу. Мұқият болыңыздар, балалар. Және де осыны есте сақтаңыздар. Жинақы мәтін құрастыру үшін мәтінді мұқият оқу немесе негізгі қосымша ақпараттарды анықтау. Қосымша ақпараттарды сызып тастау қажет. Негізгі ойды білдіретін тірек сөздерді, сөйлемдерді белгілеу керек. Жинақы мәтін түпнұсқа мәтіннен 75%-ға дейін қысқа болады. Яғни біз жаңағы тыңдаған мәтіннен 75%-ға қысқа дегеніміз, сіздің жазатын мәтініңіз өте қысқа болады деген сөз. Өз ойларыңды жинақы мәтінге қосуға болмайды. Жинақы мәтін тек автор идеясынан тұруы керек. Құрметті оқушылар, жинақы мәтін дегеннің не екендігі сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Яғни ағайынды райттардың ұшақ ойлап табуы туралы мәтінді жинақы мәтін етіп дәптерге жазамыз. Балалар, енді болжалдық сан есімнің не екеніне тоқталайық. Болжалдық сан есімдер заттың санын дәл білдірмей, шамамен болжалдап көрсетеді де, қанша, неше, қай шамалы, қаншадан деген сияқты сұрақтарға жауап береді. Болжалдық сан есімдер мынандай жолдардан жасалады екен. Біріншіден, есептік сан есімдерге лаған, леген, даған, деген, таған, теген, лап, леп, дап, деп, тап, теп, дай, дей, тай, тей жұрнақтарының жалғану арқылы жасалады. Мысалы, жүздеген, мыңдаған, елудей деген сияқты. Екінші, есептік сан есімдерге көптік жалғау, оған барыс не жатыс септік жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, жасы 20-ларда, 30-дарға келген. Үшінші, есептік сан есімдердің қосарлану арқылы жасалады. Мысалы, 60-70-тей, 30-40-тай дейтін болса, қосарлану арқылы жасалып тұр. Төртінші, есептік сан есімдерге шамалы, шақты, таман, қаралы, тарта, жуық, жақын сияқты сөздердің тіркесу арқылы жасалады. Мәселен, бізде бір жиынға бара қалсақ, қаншадан болды деп сұрау мүмкін. Сол кезде біз нақты санын білмесек, болжалдап 20 шақты оқушы болды, немесе 30 шақты мұғалімді көрдім деген сияқты сөздермен жауап береміз. Біз күнделікті тұрмысымызда бұл болжалдық сан есімдерді көп қолданады екенбіз, балалар. Сондықтан осы ережелерге мұқият болыңыздар. Олай болса, келесі өте қызықты тапсырманы орындайық. Өзіңіздің жақын досыңызбен немесе бауырыңызбен бірге біздің қиялымыздағы ұшақ тақырыбында мәтін жазыңыздар. Ағайынды райттар сияқты сіздердің де өте көп идеяларыңыз, қиялдарыңыз жүрек екеніне мен сенемін. Сондықтан осы жұптық тапсырманы өте жақсы орындайды деген ойдамын. Оның дескрипторлары төмендегідей. Жұптық жұмыс жасай аласыздар. Құрметті балалар, мен жеке жазайыншы, мен жеке орындайыншы деген дүниеден көрі досыңызбен немесе бауырыңызбен ақылдасыңыз. Қазақ атам бір бас екі бастан артық деп неге айтады? Себебі бір адамның идеясы екінші адамның идеясымен ұштасқанда керемет дүниелер келуі мүмкін. Ағайынды райттардың соншалықты тату тәтті болуы сіздерге үлгі болу керек. Қоғамда еш нәрсе жалғыз ілкі жасалмайды. Барлық дүние қоғамның ішінде жасалады. Сондықтан мүмкіндігінше өзіңіздің жаныңыздағы досыңызбен немесе бауырыңызбен немесе кез келген адаммен ақылдаса отырып осы жұмысты жасауға кеңес беремін. Екіншіден, мәтін ішінде болжалдық сан есімдерді пайдаланады. Яғни сіздердің ұшақтарыңызға 40-50 шақты адам ба, әлде жүздеген елдерге бір күнде барып келетін ұшақ па ол? Сондай сияқты сан есімдерді қолданыңыздар. Сөз саны 60-тан кем емес. Сондай-ақ мәтінді орфографиялық нормаға сай қатесіз жазады деген ойдамын. Құрметті оқушылар, біз бүгін тыңдалған мәтін негізінде жинақы мәтін жаза алдық.
Болжалды сан есімдерді мәтін ішінде қолдана алдық деген ойдамын. Сіздердің барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Жақсы оқып, жақсы білім алып, біздің елден де жаңа ұшақтарды жасап шығаратын азаматтар мен азаматшалар болады дегенге мен сенемін. Сау болыңыздар.